Сәлем достар, бүгін сіздерге пайдалы асқабақпен қалай тез және нәтижелі арықтауға болатындығы жайлы айтып өтеміз. Маңызды ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз және де лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қытайда асқабақ пен оның дәнін күйзелістің таптырмас емі деп есептесе, Испания мен Италияда ерте кезден асқабақтың өзін ғана емес, гүлін де тамаққа қолданады. Асқабақтың емдік қасиетімен қатар арықтап, артық майдан арылтатын күші де бар. Назарларыңызға асқабақ диетасын ұсынамын. Бар болғаны 100 грамм асқабақ ағзаға қажетті темірдің 1/3 бөлігін, Е дәрумені 15%, С дәрумені 70% тәулік мөлшермен қамтамасыз етеді. Ал калориясы 100 граммда 23 кал. Асқабақ диетасını ұстағанда орта есеппен күніне 500 грамм салмақтан арылуға болады. Диетаның ұзақтығы 12 күн. Ерекшелігі тұтынатын барлық тағамның негізгі компоненті асқабақ болу қажет. Күтілетін нәтиже 12 күнде шамамен 6-7 кг. Диета ұстау жиілігі жылына 1 рет. Қосымша эффект ас қорыту жүйесін жақсартады, тері мен шашқа оң әсерін тигізеді. Диета ұстауға болмайтын кез ол кез келген созылмалы ауруы бар адамдар, жүкті және емізулі баласы бар әйелдер. Диета 12 күннен тұрады, оны 4 тәулік сайын қайталанатын 3 кезеңге бөлеміз. Демек, 4 күннен кейін қайтадан бірінші күннің ас мәзірінен бастайсыз. Асқабақтан дайындалған тағамнан кейін ашырқау сезімі әдеттегідей жиі болмайды және диетада тағамның көлеміне шектеу қойылмайды. Рұқсат етілетін тағамды 3 уақыт қалауыңызша жеуіңізге болады. Алайда бұл 3 уақыттан басқа кезде ешқандай тіске басарға рұқсат жоқ. Сонымен қатар сұйықтықтан тек газсыз су 1,5 литрден кем емес және көк шай 3-4 кесе ішу керек. Бірінші күн. Таңғы асқа миндаль және асқабақ қосылған салат. Жаңғақ орнына асқабақ дәнін де пайдалануға болады. Немесе майлылығы төмен сүт не суға пісірілген асқабақ ботқасы. Түскі ас асқабақ езбе сорпасы. Кешкі асқа түрлі дәрумендермен бұқтырылған асқабақ. Екінші күн. Таңғы ас миндаль және асқабақ қосылған салат. Жаңғақ орнына асқабақтан пайдалануға болады. Түскі ас көкөніс сорпасы, асқабақ және жұмыртқа ағынан не сұлы жармасынан дайындалған котлет. Кешкі асқа алма, пешке пісірілген алмамен алмастыруға да болады. Үшінші күн. Таңғы ас миндаль және асқабақ қосылған салат. Түскі ас тауық еті мен көкөніс сорпасы. Кешкі ас ананас пен асқабақтан дайындалған салат. Төртінші күн. Таңғы ас миндаль қосылған асқабақ салаты. Түскі ас көкөніс сорпасы мен немесе борщ және буда пісірілген көкөністер. Кешкі ас асқабақ пен өзге де көкөністер. Картоптан басқасы болу керек, қосылған бұқтырылған рагу. Енді диетада берілген тағамдардың дайындалу жолдарына көшсек. Миндаль және асқабақ қосылған салат. Қабы мен дәнінен тазартылған 100 грамм шикі асқабақтың жіңішкелеп тураңыз. 2 шай қасық ұнтақталған жаңғақ қосып, аздаған бал, зәйтүн майы немесе қоспасыз йогуртпен араластырыңыз. Сонымен салат дайын. Асқабақ ботқасы. 500 грамм тазартылған асқабақты 4 бұрыштап турап, 1 литр су құйып, жұмсарғанша қайнату керек. Алдын ала суға бұқтырылған 7 ас қасық қоңыр күріш салып, күріш піскенге тағы қайнатыңыз. Одан кейін 1 стакан майлылығы төмен сүттен аз-аздап құйып, араластыра отырып, тағы 5 минут қайнатыңыз. Аздап тұрғаннан кейін жылы күйінде де салқындайда ішуге де болады. Асқабақтан дайындалған котлет. Шағын асқабақты тазалап, көзі үлкен үккіштен өткізіңіз. Отты бұқтырып, суытып алғаннан кейін 1 стакан сұлы жармасын аздаған тұзбен 2 жұмыртқаның ағын қосыңыз. Әбден араластырып, шағын котлеттер дайындаңыз. Табаға аздаған сұйық май құйып, пісіріп алыңыз. Осы айтып өтілген қағидалардың барлығын бұлжытпай ұстай отырып, сіз 12 күнде шамамен біраз салмақ тастайсыз. Ол үшін ең бастысы сізде тұрақтылық, сенімділік және ниет болса болғаны.
Назар аударғаныңызға рахмет. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, қазақша контентті қолдап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.